Қайырлы достар, химия 8 сынып атомдағы электрондардың қозғалысы бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың бірінші нұсқасын қарастырамыз. Бірінші тапсырма. Екінші энергетикалық деңгейде орналасқан электрондардың максимал саны, дұрыс жауабы 8. Екінші тапсырма. Бұнда кеңістікте ядроны айналатын электрондардың пішіні мен оның белгіленуін жазу керек. Бірінші суретте ол шексіздік тәрізді, белгіленуі π. Екінші суреттегі электрон шар тәрізді, белгіленуі s. Үшінші тапсырма. Сыртқы электронды қабатын аяқтауға қажетті қосылатын немесе беріп жүретін электрондар санымен сәйкестікті табыңыз дейді. Алюминий бізде берілген, оның сыртында 3 электрон бар, сондықтан ол 3 электрон беріп жібере алады. Жауап 2. Оттегінің сыртында 6 электрон, яғни ол жетпей тұрған 2 электронды қосып алады. Дұрыс жауабы Б. Төртінші тапсырма. Берілген атомдар мен иондардың электрондық конфигурациясы мен электрондық графикалық формуласын жазып кестені толтырыңыз. Натрий ионы, бұл жерде мұқият байқасаңыздар. Және оттегі атомы және алюминий ионы. Бесінші тапсырма. Алюминий және күкірт атомдарынан түзілетін иондардың түзілу схемасын жазыңыз дейді. Бұл жерде алюминий сыртқы қабатындағы 3 электронды беріп жіберіп 3+ ионына айналады және күкірт өзіне жетпей тұрған 2 электронды қосып алып S2- ионына айналады. Түзілген иондар бойынша формуласын жазыңыз дейді қосылыстың. Бұл жерде 3 және 2 деген иондардың зарядтарын көбейтіп, алынған ортақ бөліндіні әрқайсының зарядына бөлген кезде, оларға қойылатын индекс саны табылады. Сол кезде бізде алюминий 2 S3 деген формула пайда болады. Осы тапсырмалардың барлығына дескриптор бойынша 13 балл берілген екен. Сіздерге сәттілік тілеймін. Назарларыңызға рахмет.